Жалпы бізде жоба биыл Атырау мен Құлсары қалаларында өтеді. Негізінен жобада биыл 600 адамды оқытамыз. 6 бағыт бойынша. Ол бізде SMM Reels Maker, таргетинг, мобилография, жасанды интеллект, графикалық дизайн. Қазіргі уақытта біз бірінші кезеңге ғана тіркеу жасадық. Бірінші кезеңнің өзінде 600 адам біз ұсыным тастады. Осының ішінен біз 60 адамды таңдап аламыз. Ол жұмыссыз жастар, декреттегі аналар және де биыл жас кәсіпкерлерді қостық. Биылғы жобаның ерекшелігі бұл жасанды интеллектінің қосылғандығы, яғни жылда трендпен бірге біздің мамандықтарымыздың да ішіндегі концепциясы өзгеріп отырады. Қазіргі уақытта мен екі бағытта қосып жұмыс жасаймын. Бірақ ең біріншісі жұмысым ол SMM болып келеді. SMM-мен менде 3 проектпен жұмыс жасаймын қазіргі уақытта. Және жанашыра фондынан ұсыныс түсті. Олардың парақшасын жүргізуге табыс көзім оқығанға дейін және кейін салыстырып қарағанда 600%-ға дейін өсті деп отыр.